Сәлем қыздар, бүгін балдай тәтті, өте нәзік, өте жұмсақ медовик торты пісіреміз. Сіздерге пісіру жолын видеоға көрсетемін. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Тіркелмесеңіздер тіркеліп кетулеріңізді сұраймын, себебі осындай ерекше рецепттер менің каналымда табылады. Бізге қамырға 90 грамм май қажет, және үстіне қант 200 грамм және 2 ас қасық, яғни 100 грамм бал қажет. Осын бәрін араластырып аламыз да, ең жай отқа қойып, ерітіп аламыз. Осылай видеодағыдай жақсылап ерітіп аламыз. Араластыра отырып, жақсылап ерітіп аламыз да, оттың асын басып, шетке қойып, үстіне 1 толы ас қасық сода салып, жақсылап араластырып аламыз. Және бізде пенка шығу керек. Осындай пенкалар 2 сантиметрлік пенкалар шыға келді, көтеріліп, әп-әдемі пенкалар шықты, және де басқа ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Массамыз суып болғаннан кейін жұмыртқаларымызды суыған массаға құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Массамызды арнай ыдысқа саламыз, үстіне ұн салған кезде көтеріліп, төгіліп кетпес үшін. Ұнымыз 450 грамм болу қажет. 450 граммды бөліп саламыз, сонда біздің қамырымыз, яғни түйіршіксіз шығады, әдемі болып түседі. 450 граммнан артық ұн салмаймыз, себебі қоюланып кетеді. Сонда біздің қамырымыз нәзік, жұмсақ болып шығады. Біз тек қана жайған кезде ғана ұн себеміз, сонда жайғанға да ыңғайлы болу үшін. Осылай пергаментті қағазға 2 қасық төсемізді массаны, сөйтіп үстіне ұн сеуіп, жақсылап жайып аламыз. Паппен жайып алғаннан кейін арнайы ыдысымыз, яғни дөңгелек ыдысымыз, немесе қазанның қақпағы болса, белгілеп аламыз. Алдын ала ысытылған 180 градус пешке 5-7 минут әр қоржымызды пісіріп аламыз, және қалған шеттерін арнайы ыдысқа салып қоямыз. Егерде пергаментті қағаздарыңыз болмаса, ыдысқа май жағып, осылай пісіріп алсаңыздар болады. Дөп-дөңгелек әп-әдемі болып түседі. Әр қоржымызды ыдысқа салып қоямыз. Менде 5 корж данасы шықты. Қалған бөліктерін видеодағыдай майдалап аламыз. Енді креміні сливки, яғни 300 мл ең майлығын аламыз. Миксерден жақсылап өткізіп аламыз да, үстіне қаймақ, яғни ең майлысын 20% алып 400 грамм жетеді. Оның үстіне сахарная пудра 150 грамм аламыз да, қосып, барлығын араластырып, миксерден жақсылап өткізіп аламыз. Сонда біздің массамыз, яғни қою болып, тәп-тәтті болып шыға келеді. Креміміз дайын болды. Енді әр корждың үстіне осылай 1 сантиметр қылып жағып шығамыз.
кремімізді барлық шетке жағып болғаннан кейін майдаланған корждарымызды осылай үстіне жан-жағына жағып шығамыз. Сонда біздің медовик тортымыз дайын болады. Әдемі, тәтті, жұмсақ, өте нәзік болып шыға келеді. Медовик тортымыз дайын болды. Енді холодильникке 5-6 сағатқа қойып қоямыз. 5-6 сағаттан өткеннен кейін жей берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Қайырлы күн қыздар, осындай мен сияқты неше түрлі вау дейтін дәмді тамақ тәттілер пісіргілеріңіз келсе, менің инстаграм парақшамның шапкасында көрсетілген ссылкаға өтіп, YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Түрлі рецептер тек қазақ тілінде тек сіздер үшін, немесе YouTube'дан поискқа вау как вкусно деп жазсаңыздар, мені ғажап каналымда табасыздар.